Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге гуляштың рецептісін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Қажетті құрамдар: 500 грамм ет, 1 дана пияз, томат пастасы 1 ас қасық, тұз, бұрыш дәміне қарай 11,5 ас қасық және де 1 стакан ыстық су. Қызып тұрған кастрөлімізге өсімдік майын құямыз. Содан кейін етімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қоңырқай түске енгенше қуырамыз. Осылай қоңырқай түске екі жағынан енгеннен кейін ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз. Тағы да араластырамыз. 4 минуттай қуырып аламыз. Содан кейін томат пастасын қосып, тағы да 4 минуттай қуырып аламыз да қайнаған суымызды құямыз. Етіміз суға батса болды. Енді 1,5 сағаттай етімізді пісіреміз. Оға дейінше соусымызды дайындаймыз. Қызып тұрған табамызға ұнымызды қосып, қоңырқай түске енгенше қуырып аламыз. Содан кейін ыстық суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз да, тағы да араластырып алып 15 минуттай пісіреміз. Содан кейін дайын болған соусымызды етімізге қосып, жақсылап араластырамыз. Тағы да 15 минуттай пісіреміз. Біздің гуляшымыз дайын болды. Менен жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Комментарий, лайк қалдыруды ұмытпаңыздар.